Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіз. Бүгін біз осындай бархатное печенье пісіреміз. Ол сіздің дастарханыңыздың сәні де және дәмі де болады. Ең бастысы, осы видеоны соңына дейін көріңіздер, жасап көріңіздер, сізге ұнайды деп ойлаймын. Бізге керек ингредиенттер: ұн, қант, жұмыртқа, сары май, қант ұнтағы, разрыхитель және краситель. Бөлме температурасындағы жұмсақ еріп тұрған сары май мен қантты араластырып миксерлейміз. Одан кейін 2 жұмыртқаны салып, тағы да миксерлейміз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, комментарий қалдырыңыз, лайк басыңыз, және менің тағы да басқа видеоларымды жібермей көріңіз. Менде сухой краситель, оны мен суға езіп алдым. 1 қасық саламын, 1 шай қасық. Тағы да жақсылап түсі шыққанша миксерлеймін. Бір шай қасық разрыхительді ұнға салып араластырып аламыз. Он міндетті түрде илектен өткізілген болу керек. Оны 2 бөлікке бөліп, ақырындап біздің қамырға салып араластырамыз. Араластырып болғанда бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Қант ұнтағын 1 ыдысқа салып аламыз. Енді қамырды өзіңіздің қалауыңыз бойынша форма келтіруге болады. Арнайы печенье формаласы болса, солармен де істеуге болады. Мен домалақты алып, қант ұнтағына араластырып, противеньге саламын. Дайын болған печеньені кішкене басып қоямын. Сіздің пешіңіз міндетті түрде 180 градуста алдын ала қызып тұру керек. Оны 20 минутқа салып пісіреміз. Міне 20 минуттан кейін біздің печенье пісті. Ол суып тұр. Қараңыз, бөлген кезде ол жұмсақ болып шығады. Қандай әдемі, дастарханға қойсаңыз өте сәнді және дәмді. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Сіздермен болған Инка Максовна, сау болыңыз.